Тозаңды терезе, Шойбек Орынбаев. Мұнда қашан келсем де еркіміздің жатын бөлмесінің терезесін қарап жіберіп тани қоятынмын. Шаңы жиі сүртіліп тұратын, жалтыраған айналы терезе соныкі. Тозаң сіңген терезелердің арасынан оның жалтыраған айнасы мен мұндалап тұрады. Бұл ретте оның терезесін басқалардікінен әдеттегідей бірден ажырата алмадым. Мұнысы несі екен? Бұлай болмауы керек еді ғой деп күдіктеніп келемін. Терезесі ақ жолақтана бастаған ба? Сәнімнің қолы тимей жүр екен дедім іштей. Оған да қиын. Тобанаяқ мүгедекті көзін жәутеңдетіп күтіп бағуға да қажыр қайрат керек. Оның үстіне еркіміздей кірпияз, тәкаппарлығы да бар жігіттің бабын табу қиын-ау. Күрсініп алып 3-ші қабатқа көтерілдім. Есіктің көзіндегі қоңыраудың түймесін безілдете бастым. Сәнімнің бойға біткен кербездікпен еріне қадам тастап келіп, ілгекті ағытқанын сездім. Басқаға қайдам. Әйтеуір мені көрсе бала кезгі достық пейілмен жайраңдап тұрады. Жан-жарының қайғысына қабырғасы қайысса да, онысын білдіргісі келмегені қандай жақсы. Батырдың қалы қалай? Сәнімнің алдында еркімізді осылай атап, келіншектің жүдеген көңілін көтергім келетін. Бұл ретте күткен жауабымды естімедім. Сәнім естілер-естілмес күбір етті. Мұнысын байқамағансып, ол нағыз осы заманның батыры ғой. Кім аузы басын қарамен шаңдыған дұшпаннан тітіркенбей, ауғанда жүріп 3-4 жыл соғысты. Біздің батыр ғана деп жатырмын. Сенің батырың бөлмесінде, қызықсың. Ол сенің де батырың емес пе? Сәнім тәжікелескісі келмегендей, асық тезірек, менен гөрі оған бүйрегін бұратынын білемін, деп теріс айналып, үлкен бөлмеге еніп кетті. Мынаның неге бүгін сүркесі су көтермей қалған деп, сылқымдау мінезді келіншектің қылығына мән бермей, еркіміздің бөлмесіне ұмтылдым. Төсегінің үстінде тұғырдағы томағалы қырандай қомданып отыр екен. Менің келерімді біліп күтіп отыр ғой әрине. Мұлық болған қос аяқтың екеуі де жамылғы астында, қорынғандай жасырып ұстайтын болыпты. Кескін келбеті айбынды, кесек бітімді жас азаматты мынандай мүгедектікке қимайсың. Тағдырға амал бар ма? Оның осы кейпін көрген сайын біреу денеме бізді сұғып алғандай тітіркенемін. Онымды өзіне байқатпауға тырысамын, сездірмеуге әрекеттенемін. Еркіміздің тумысында мүсіркегенді ұнатпайтынын бала кезімнен білемін ғой. Бармысың бұл әлемде, деді ол жайдары күлімдеп. Екі көзім төрт болып, бүгін келе ме, жоқ па деп күтіп отырмын. Мектептегі жұмыстарын қалай тарихшы? Көнбіс шаруа ғой, ұршықша айналдырып жатырмын. Оның дұрыс екен. Мен сені сағынып қалғандаймын, Жанарыс. Сағынсаң келдім. Айта бер әңгімеңді. Ол бұрын көп ашыла бермейтін, тұйық мінезді секілді еді. Қазір сөзшең. Бәлкім саржанбастанып жатқаннан зерігеді. Бәлкім күні бойғы ойын маған тезірек жеткізгісі келер. Әйтеуір ағылып ала жөнеледі. Арасында мені сұрақтың астына алады. Сөйтеді де қайталап ағыл-тегіл әңгімені ағытады. Сөзінің арасында, Жанарыс, мен тіршілік жасаудың, қам-қарекет етудің бәрін үйрендім, деді күліп. Тағы нені үйрендің, айта қойшы. Бұлай емес, шындығына сүйсінгендіктен айта қойшы мақтаншағым деп, әзілмен үліп түскім келеді. Неге екенін қайдам, бәлкім мүсіркегендіктен бе, қамкөңіл жанға білдірмей шымшып алатын сөзді де айта алмаймын. Газ плитаға столды жақындата жылжытып апарып, үстіне қаздиып шығып алып, тамақ пісіре беремін. Керек нәрсені қол жетер жерге столдың үстіне қойып қоямын. Доңғалақты арбама денемді жеңіл көтеріп, секіріп міне аламын. Одан стол үстіне шығу оп-оңай. Бүркіттің тегеуріні қатты аяғын қырқып тастасаң, күн көре алмайды ғой. Адам ондай емес, итшілеп тіршілік ете береді екен. Тек үйкішік болып қалғаным болмаса, көңіл шіркін талай жерде. Айтпақшы, тереземді сүрте алмай жүрмін. Молық аяқпен оның ернеуіне шығып отыру қиын. Әй қойшы, ит жанды пенде екенбіз. Соған кейде қараптан қарап отырып жыным келеді. Іш қазандай қайнайды, амал қайсы. Оған несіне қиналасың? Қазір мен ақ жарқыратып берейін, дедім оның көңілінен шығатыныма қуанып кетіп. Керек жарағымды оп-оңай іздеп таптым да, іске ыждағаттылықпен кірісіп кеттім. Ол есіле сөйлеп отыр, әзіл айтып қояды.
тағдырдың тәлкегіне оңайлықпен мойымайтын қайсарым ай. Сәнім неге көптен бері бұл терезені сүртпеген деп ойладым мен. Осы 3 бөлмелі пәтерді аларда жарғылағы жастыққа тимей жүгірген еркімізге сен қалалық атқару комитетіне өтініш жазғанда 2 бөлме сұрапсың. Неге алдыңды болжамайсың? Жаспыз, бөбегіміз болатын шығар. Әке деген ертеңін ойлағаны дұрыс. 3 бөлме сұрап қайта жазарызды. Мұны маған Сәбек атам айтты. Көпті көрген адам ақылын алайық. Қалғанын жүгіріп жүріп өзім реттеймін. Сен сияқты Ауғанстан мүгедек болғандар Ұлы Отан соғысының ардагерлерімен иығын теңестіріп тұр ғой деген Сәнімнің өзі еді. Мұның мойны жар бермеп еді. Сәбек атасы араласып, қала бастықтарының есігін тоздырып мақсатына да жеткен. Сөйткен Сәнімнің енді үйді қараусыз қалдырғаны несі? Қажыды ма әлде? Қажыса да еркіміздің алдында онысын білдірмеу керек емес пе? Молақ кеуде болса да мына арыстай азаматтың қыран көңілді екенін ұмытқаны жарамаған екен. Өзіне реті келгенде айтып қоярмын. Еркіміз осы терезеден мойнын созып, қарап, даладағы бүкіл тіршілікті сезіп отырады. Тұсаулы жүріктей көңілді, нәзік иірімін Сәнім түсінбегені ме? Көп уақыт жалғыз болудан қорқамын деді еркіміз әп-сәтте мұңайып. Сонда тапқан ермегім Сәнімнің қазан табағына араласамын. Кітап оқимын. Осы терезеден сыртқа қызыға қарап отырамын. Тіршілік тәтті екен. Айтпақшы, соңғы кездері естелік жазып жүрмін. Әрі ермек, әрі сендермен құлын-тайдай тебізіп өскен шағымның қимас сәті. Оны маған оқытатын ба деймін мен. Әрине, қазір бір дәптерді толтырып тастадым. Соны оқып көруіңе болады. Мен үйге оралар кезде еркіміздің естелік дәптерін сұрап алдым. Бір шартым бар деді ол маған. Оқып болған соң, мынау неге бұлай жазылған, себебі не деп сұрамайсың. Бұл жүрегімнен шыққан ойлар. Оны саған түсіндіріп жатқым келмейді. Оның үстіне жазушы емеспін. Әрлеп түрлендіруге қабілетім де жетпеген шығар. Қысқасы өзің түсінуге, іштей ұғуға тырыс та, ештеңені ежіктеп менен сұраушы болма. Соған келісесің бе? Келістік дедім. Әкел қолыңды. Қолдары әлеуетті, сол бұрынғысындай қайратты. Ол мәйкішең отыр еді, бұлшық еттері пылтылдай ойнап тұр. Шыныққан дене ширығып, көзге сұлу көрінеді. Қарасаннан төмен жағын бүркеп тастап, кез келген жігіттің қасына отырғызсаң, кімнен болмасын айбынды көрінер еді. Жиі келіп тұрсаңшы деді ол. Келемін ғой деп қоштасып шығып кеттім. Тағдырыма тас атылған күн есімнен шығар емес деп бастапты естелігін еркіміз. 1988 жылдың қазан айының 27 жұлдызындағы түн ауған жерінде әдеттегіден өте қараңғы еді. Мемлекет басшыларының шешімімен біздің дивизия Ауғанстаннан елге оралып келе жатқан. Былайғы жұрт біле бермейтін біздің білетініміз мұнда тап соғыстағыдай болатын. Талай боздақтан, талай жолдастан айырылғанбыз. Мен басқаратын саферлер взводы соғыс техникасының жүрер жолын минадан тазалап келе жатқанбыз. Күнді жол бойын иісшіл итше тіміскілеп өтеміз де, түнде соңымыздағыларды күтіп дамылдаған боламыз. Дұшмандарға сенуге болмайды. Күзеттер қойылып, сақтық жасалынатын. Сол күні кеш бата солдат шатырларын тігіп кеп жіберіп, дамылдауға кіріскен жауынгерлердің неге жым-жырт қалғанын әлі күнге ойлай ақылға сыйдыра алмаймын. Тіршіліктің бір құдіретті құпиялығы бар сияқты. Айнала қулыққа ұрған танадай тыныштыққа бөленіпті. Ымыртта аспанды қап-қара боп түнеріп бұлт көмкеріп алды. Мен күзет орындарын тексеріп қайттым да, сол сәл де болса аяқ жазып алмақ ниетпен шеткі шатыр астына ендім. Көңіл құрғыр мазасыз, әлденеге алаң. Жорықта тұңғыш рет жүргендей ақ, мұнысы несі? Топ ішінде тұрып жалғыз қалғандай елегізей беремін. Есіме Сәнім түсті. Осы жазда үйленгенбіз. Биыл ауылға демалысқа барған кезінде тойымызды тойладық. Мәре-сәре болдық. Бәрінен де жанарыс қатты қуанды. Дос көңілін жүзінен аңғару қиын емес қой. Бұған көп өте қойған жоқ. Сонда да жар құшағын сағынып қалыппын. Аз ғана уақыттың қызығы өзіне тартады да тұрады. Туған жерім жылға өңірі көз алдыма жиі елестейтінді шығарды. Әйтсе де сәл ғана төзім керек, сәл ғана шыдам керек. Үзілгелі тұрған сезім пернесін шертіп, сабыр сақтау қажет. Тағы 4-5 күннен соң біз шекарадан өтіп, табанымыз ел топырағына тиеді.
Шіркін-ай, сонан соң сәнімді жаным алдырып, өзіміздің жақтағы бейбіт кездегі әскери өмірімді оған көрсетемін.